Қайырлы күн, балалар! Бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметіміздің тақырыбы «Алғашқы гүлдер» деп аталады. Оқу қызметіміздің мақсаты алғашқы көктем гүлдерімен танысу, яғни бүгін көктемнің гүлдерімен танысамыз, балалар? Ал балалар, сабағымызды шаттық шеңберінен бастайық. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, суретте қандай гүлдер бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар. Бәйшешек гүлі, қызғалдақ гүлі және бақбақ гүлі бейнеленген, Бұлар көктемнің алғашқы гүлдері екен. Олай болса, осы гүлдер туралы бейнеролик тамашалайық. Ал балалар, бейнероликті көріп болсақ, бірге сергіту сәтін жасайықшы. Орнымыздан тұрайық. Шаршадым, дедім, ренжідім, дедім, өкіндім, дедім, біліп алып, дедім, қуанып, ха-ха-ха дедім. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, барлығымыз бірге гүлдерге күтім жасайық ойынын ойнайық. Сендер гүлдерге күтім жасай аласыңдар ма? Мына суреттердегі кішкентай балалар гүлдерге күтім жасайды екен. Олардың шаңын сүртіп, бірге гүлдерді суарады екен. Олай болса, үйде ата-аналарымызбен бірге гүлдерге күтім жасап, бейнеролик немесе суретке түсіп, маған кері байланыс жасап жіберіңдер. Ал балалар, осымен ұйымдастырылған оқу қызметіміз аяқталды. Сау болыңдар.